Ал Жетісу облысында орналасқан Алтын Емел ұлттық табиғи паркінде аңқұс көбейіп келеді. Қазір ерекше қорғалатын аумақта 3500-ге жуық құлан бар. Ал қара құйрық саны 5600-ден астам. Сондай-ақ бұл жерде теке мен арқардың да өсімі байқалады. Табиғи жанашырлардың тыныс-тіршілігі жайында өңірдегі тілшіміз Қуаныш Қанатұлы толығырақ баяндайды. Мемлекеттік инспектор Бақтыкерей Әсетовтің бұл салада еңбек етіп жатқанына 16 жылдан асты. Күнделікті өзіне бекітілген аумақты аралап, мұндағы аң-құсты торып, бақылау жүргізеді. Биыл қыс қатты, қар қалың болғандықтан түз тағысына жем-шөп те салып тұрады. Табиғатқа деген махаббат, қорықшы болымы өз септігін тигізді дейді Шыған Кардонның инспекторы. Аңды жаңағы көзбен көріп, құстарды көзбен көріп, соның бәрі өзіме бір жаңағы қызық болып көрінеді да, өзіме бір сондай бір немен. Осы сала сондықтан өзіме ұнайды. Дәл осы Кардонда бірнеше приживал жылқысы да бар. Бұл приживальский жылқылары Алтын Емел ұлттық паркіне Германиядан осыдан 20 жыл бұрын әкелінген болатын. Қазір ақырындап жерсініп, төл бере бастады. Ал бұл қорада уақытша ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу бағытында қамалып тұр. Биыл Алтын Емелге Словакиядан осы жабай жылқының 60 басын әкелу жоспарланған. Қазіргі таңда келісімдер жүргізіліп жатыр. Ал басқа да түз тағыларының парк аумағында көбеюінің тағы бір себебі Алматы-Талдықорған тас жолы. Екі шаһарды жалғаған республикалық маңызы бар жолда бірде-бір экологиялық өткел жоқ. Қазір автобан салынғаннан кейін ортасына разделительный салып тастады, оның қазір аңның миграциясы тоқтап қалды. Бұрында осы аң қара құйрықтар неге қаратай бақана жаққа құмға ауып, соқтан қыстап бері келетін. Миграция болмағаннан кейін аң бір аумаққа үйреніп, кейінгі төлдер табиғи көшуін доғарады дейді мамандар. Экологиялық өткел салу мәселесі таяуда Сенатта да көтеріліп, үкіметке депутаттық сауал жолданды. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Жетісу облысы.